Жер шарында кез келген адам өмірінде бір рет болсын саяхаттағысы келетін әдемі, қызықты және де көрікті жерлер өте көп. Онымен қоса, бірде-бір адам аяғын аттап басқысы келмейтін қорқынышты жерлерде аз емес. Сіздермен бірге Q-Live арнасы. Ал бүгін біз жер шарындағы ең қорқынышты 5 орын жайлы айтатын боламыз. Сіздер осы видеоны лайкпен қолдай отырыңыздар. Индиядағы адам қаңқалары көлі. Бұл көлді алғаш рет 1942 жылы аңшылар қауымдастығының өкілдері байқады. Бірақ тарихи жазба беттерінде осынау көл жайындағы алғашқы жазба 19 ғасырда айтылған. Зерттеушілер әуелде бұл қаңқалар осы өңірді жаулап алуға келіп, бірақ табиғаттың долы мінезімен күресе алмай қырылып қалған жапон әскерлерінің сүйектері деген пікірге тоқталды. Алайда екінші дүниежүзілік соғыс кезінде британдықтар тарапынан келген зерттеушілер бұл сүйектер жапон әскерлерінің қаңқасы деген пікірді жоққа шығарды. Себебі бұл қаңқалардың жасы едәуір ерте кезеңге тиесілі еді. Ал антрополог ғалымдар болса, бұл сүйектер өзін-өзі өлтіретін діни ғұрып нәтижесінде жинақталып қалған. Адамдар белгілі уақыт аралығында осы араға келіп, өздерін өлтіріп отырған деген қорытындыға келді. 2004 жылы Үндістан мен европалық ғалымдардан құралған топ қаңқалар көлін зерттеуге экспедиция шығарды. Мәйіттердің сүйегіне жасалған ДНК қорытындысы бойынша сүйектер өте ерте заманға тиесілі болып шықты. Тіптен нақты мерзімі біздің эрамыздың 850 жылы болып шықты. Сүйектерді толықтай зерттеу барысында олардың бас сүйектері, яғни бас сүйек қаңқалары қатты тиген соққыдан жарылғандығы анықталды. Қазіргі кезде бұл орын туристер үшін ашық мекендердің бірі. Жыландар аралы. Бразилияның Кейма-да-Гранди аралы біздің ғаламшарымыздың ең қауіпті жері. Аралдың қауіптілігі оның аумағын басып алған улы жыландарда болып отыр. Аумағы 430 шаршы метр аралда 4000-нан астам жылан мекен етуде. Бұл рептилиялар өте улы. Бір шаққаны тәндердің бір сәтте жансыздануына апарып соқтырады, ал уы болса денені күйдіріп жібереді. Бразилияның билігі аралға баруға қатаң тыйым салды. Тек аралдың жағасында балық аулауға ғана рұқсат етілген. Егеуқұйрықтар шіркеуі. Жұртшылық үшін өте қорқынышты орындардың бірі Үндістанның Дэшно қаласында белгілі қоғам қайраткері Карни Матаның рухына арнап көтерілген егеуқұйрықтар шіркеуі. Бұл жерде 20 мыңнан бастап 50 мыңға дейін егеуқұйрық тіршілік етеді. Бұл жайдан-жай құбылыс емес. Осы жердің жергілікті тұрғындары егеуқұйрықтарда адамдардың жаны бар деп есептейді. Аталған орында өмір сүретін адамдар оларды өлтірмейді. Керісінше оларға тамақ беріп құрмет көрсетеді. Шіркеулік егеуқұйрықтарды өлтіргені үшін қомақты айыппұл да қарастырылып қойған. Отты жалын шашып жатқан Картер. Түркменстан танымал туристік аймақ емес. Бірақ бірнеше жылдан бері елге әлемнің түрлі мемлекеттерінен келушілер ағылып жатқан бір орын бар. Ол жергілікті халық тозақ қақпасы деп атап кеткен Эрбен ауылынан 90 шақырым қашықтағы отты жалын шашып жатқан Картер. Шоғырланған жер тасы газын 1971 жылы қазу және бұрғылау жұмыстары кезінде кеңес геологтары тапқан. Зерттеушілердің бұрғылау мұнарасы мен басқа да құрылғылары пайда болған шұңқырға түсіп кетеді. Аймақ тұрғындары және малға зиян тимеу үшін геологтар газды жағып жіберу туралы шешімге келеді. Өрт бірнеше күннен кейін сөнеді деп болжам жасаған. Алайда Картерден шыққан газ жалыны 1971 жылдан бері өшкен емес. Қуыршақтар аралы. Шамамен 60 жыл бұрын Сачимилко каналында орналасқан аралда Джулиан Сантана Баррераның көз алдында кішкентай қыз суға батып өлген. Оқиға орнынан жігіт ескі қуыршақ тауып алып, оны талға іліп кеткен екен. Бірақ оқиғаны өз көзімен көрген мексикалық қатты мазасызданып, қоқысқа лақтырылған ескі қуыршақтарды аралға апарып, талдарға іліп кетіп жүрген. Алайда аз уақыт өткен соң Джулиан отбасын тастап, сол аралға көшіп барған. Сол жерден үй салып, бақша өсіріп, уақытын талдарға қуыршақ ілумен өткізген.
1990 жылдарда жергілікті билік каналдарды тазартқан кезде ғана көрген. Көптеген жұмысшы ілініп тұрған қуыршақтарды өліктер деп ойлапты. Жақындап барғанда ғана қуыршақ екеніне көздері жеткен. Қазіргі кезде Джулиан Сантанаға келушілер қуыршақтар аралын өз көзімен көргісі келетіндер де көп. 2001 жылы дәл сол жерде Джулиан Сантана Баррерада суға батып өлген екен. Иә достар, әлемде осындай да қорқынышты жерлер бар екен. Егер де сіздерге видео ұнаса, және де осы видеоның жалғасын көргілеріңіз келсе, комментарияға өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Және де бізді лайкпен қолдай отырыңыздар. Сіздермен бірге болған Q Live арнасы. Кездескенше қош сау болыңыздар.